Қаламызда бос орындар жәрмеңкесі өтті. Жұмыс іздеуші тұрғындарға 300-ге жуық қызмет түрлері ұсынылды. Шара барысын тілшіміз бақылап қайтты. Облыс әкімдігі Аманат партиясы жастар рухы жастар қанатымен бірлесіп, қала тұрғындары үшін бос орындар жәрмеңкесін ұйымдастырды. Кәсіпорындар әрбір қызығушылық танытқан қала тұрғынына жеке кеңестерін ұсынды. Олардың ішінде тамақ өнеркәсібі зауыттары, сондай-ақ қаладағы водоканал мен энергосбыт сияқты негізгі ұйымдар да бар. Жалпы жастарға жұмыс, ол жаңағы партияның сайлауалды бағдарламасының негізгі міндеттерінің бірі. Бүгінгі жәрмеңкеге 30-ға жуық кәсіпорындар мен жеке кәсіпкерлер өз бос орындарын жастарға ұсынуда. Бос орындар саны шамамен біз санағанда 300-ге жуық бос орындарды жастарға ұсынып отыр. Сол осындай жәрмеңкелер көп болса екен деп тілейміз, және де жастарды жұмыспен қамту ол біздің негізгі мақсатымыз. Шара барысында тіпті қолдарына дипломдарын ала келген жастар қатары да жеткілікті болды. Ұйымдастырушылардың сөзінше, қаламызда өз ісін таба алмай жүрген жастар саны артуда. Ал бұның алдын алудың бірден бір жолы адамның әрбір мамандықта өзін байқап көруінде дейді. Самая главная цель. Ең басты мақсат қоя білу. Мысалы, экономист болғыңыз келсе, қаржылық бағыттағы бір жұмыс арқылы тәжірибе жинай аласыз. Жастар тәжірибе жинай білулері керек. Алдағы уақытта ең қажеттісі де осы. Түрлі ұйымдарға жұмыс істеген кезде белгілі бір дағдыларға ие боласыз. Сол арқылы өзіңізге лайықты жалақыны талап етуге болады. Кей жұмыс іздеуші жастарымыз өздерінің қалаған жұмыс орындарын табуда. Қазіргі таңда бірнеше вакансия орындарын тауып, ертең уже совещание өткізіп сөйлесуге жұмыс орнын білуге баратын боламын. Жалпы өзім экология мамандығын аяқтадым, және қазіргі таңда 2 бос орын таптым мамандығым бойынша. Ертең барып сол жұмыс орындарымен сөйлесетін боламын. Ұйымдастырушыларды әрбір қала тұрғынына өз болашағына жарқын жол ашар жұмыс орнын табады деген үлкен үміт артуда. Салтанат Бауыржан қызы, Медет Кәрім, Ертіс ақпарат.